Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді котлет пісіретін боламыз. Духовкада сочный дәмді болып шығатын. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шын болыңыздар. Ең алдымен пиязымыз бен сарымсағымызды блендерға салып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Картошкамызды да блендерға салып, бір картошкамызды жақсылап майдалап езіп аламыз. Блендер болмаса, теркадан немесе майдалап турап аламыз. Енді картошка мен пиязымызды құрғақ ыдысымызға саламыз. Оның үстіне суда алдын ала жібітілген нанымызды саламыз. Міндетті түрде суға жібітіп алу керек, жұмсақ қылып, суын барлығын тазалап сүзіп аламыз. Нанымызды салып болған соң үстіне тартылған етімізді, фаршымызды саламыз. Бұл жерде мендегі қолдың фаршы қолдан өткізілген. Енді фаршымыздың үстіне бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқамызды жарып салып болған соң бір шай қасық тұз, дәміне қарай қалаған дәмдеуіштеріңізді қосасыздар. Оның үстіне қызыл ащы бұрышымызды себеміз, қара ащы бұрышымызды себеміз. Барлығын сеуіп болған соң жақсылап қолдың көмегімен мыжып араластырып аламыз. Барлығын араластырып алған соң фаршымызды міндетті түрде осылай біраз ұрып аламыз. 10-15 минуттай, сол кезде жақсы бірігіп шашырап кетпейді. Котлеттерімізді дайындап алдық. Енді тавамызға фольгамызды қойып, үстіне азырақ сұйық майымызды жағып, қолдың көмегімен фаршты осындай дөңгелек қылып немесе сопақ қылып формасын жасаймыз. «180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің котлеттеріміз дайын болды. Өте дәмді, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен қасына гарнирге күріш пен макаронды қайнатып бердім. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Алдын ала рахмет.